Ақынның атасы, Жамбыл дейтін кісі, кейіннен шығып, озат жауып, халықтың көзіне түсіп, дарынды ардагер, Қазақстан әдебиетінің іргетасын бірге құрасқандай болып шықты. Сол Жамбыл 99-да 45 жылы қайтыс болып, 46 жылы соның 100 жылдық юбилей өтті. Бұл юбилейге Советтер Союзы жинады, 20 самолеттен адам келді. Ленинград, Москвадан. Майбұлақ дейтін бұлақтың басына 150 тігілді. Ақсүйек ойналды, Алтыбақан ойналды, Алтын қабақ атты. Қазақтың қысқасы не? Ұлттық ойынның бәрі болды. 18 күнде той тарады. Ең соңғы күні Қазақстанның облыстық ақыны мен ақындарының айтысы өтетін болды. Сол айтыста Қызылорда облысы мен Жамбыл облысына бірінші орын берілген екен. Мұнда айтысуға сека бұрын бекітіп қояды екен. Нартай менен біздің Әзірбаев Кене дейтін кісі әлі тірі, әлі жазып жатыр, 90-ға келіп қалды. Осы кісі екеуі құрдас екен, соны бекіткен екен. Бұл Кенен жалтақтап қашты. Науқас, айтысқа түсу уақытым жоқ деп. Қашқаннан кейін Нартайдың айтып атқан сөз екен. Алды Кенен деп айтпайсың дастаныңды, халық сенің ұят көріп тұрап қашқаныңды. Жықсаң да, жығылсаң да жасқа тәреп, қорықтың ба тастайды деп аспаныңды. Менен қашсаң бала мен кезгеп қалдым, кеудіңе кетпейтіндей дақ салынды. Шашаңды шаңжып қалған жүйрік едің, жемсіп аяғыңа бүгін ақ салынды. Ей қиындық, жерден қайтып өте алмаймын ау, демеспін тіршілікте мақсатқа жете алмаймын. Қасиетті жәкемнің жүздігін да шаппаймын, бостан босқа кете алмаймын. Ал Кенен құлай болса ойлады бар, құралды ерте бастан сайланы бар. Деген бар, құшатасын сыйламайды, жаным ашит берімді мұқтап байланы бар. Менен қашсаң жақыннан шауып қайтасың. Өкілеу, арып келген тайларым бар, егиген ей, ақау қайдау, қадададададайау. Нәкең осылай айтып болғаннан кейін жердегі мені шақырып жатыр. 500 қойдың қорасындай тақтайдан шардара соғылып, масатыға онда жазып оралған үйдер, Ленинград, Москвадан келген кісілер соның үстіндеді. Біз жердедік, адам деген көп жинаса шұқырайып кетеді екен ортасы. Сол жердегі мені нәкең шақырып жатқан жер екен. Ай балдарға қари айтқан ертегінім ау, болмайды сөзі қата бір ертегінің. Абдулла қаяқтасын жаным, шықшы бермен қайтпаған, қайыспаған тентегінім. Мен келіп отырдым, отырғаннан кейін нәкең айтқан. Әй өзіңнің таныс болдың халыққа өнеріңмен, басында тәңірі берген шеберіңмен. Абдулла қарыстайсың жаным, күндің тұлды бір айқас Жамбылдың сен Кененімен. Жығырып қайтсаң дағы алманың жоқ, тұңғиып кездеспесін ғой тереңімен. Ей деместен мұнан артық сөз берілдің ау, бұл жауабынан кейін енді өзгерілді. Сәбит шығып халыққа хабарлапты, мінекей Абдуллаға деп сөз берілді. Қолайлы келіп тұрғасының кезі, құрылы қашаннан да мұның тезі. Кезекті бергенес намал бар ма? Абдулла ой, сонда қайтып жатқан сөзің егиген ей, ақау қайда о, қадададададай. Көрнекті көпке сәуле, ай менің күн, табыға сыздық сөзі әлі тілімін. Өткен жыл әлісі қатшатымен алдынан біздің бе дерегіңіз.
Onsuz yazgan sözüne cevap algan ne bu aytıp ötesi sebebiniz? Köy aydım 30'un kenegine kılmıştı mı lan bu çeyremiz? Sekiz 80 diyen kulun tostak kılmışsız kapkap torkanıyorsunuz. 40.088 bu da tostak saldırıp su altlığa şehirliğin ağıp. Ağındı kapağına tegmazsan pıskalıkka bezinip toytüleyiniz. Aşılmaz kenen ağa dağlarında men kelip otkan yokun avlarında. Çıganın olsa bir köp boluptu bilseniz siber dolap aldanında. Dostluğa aytkan söz okunganın makine söz jakсы okundarın. 40.000 koydun oynanan maketimin kıyınçıға kırılganın. Sol üçün sekadan kep söz sağıp sekretarın ornundan alınganın. Ornundu sözge jakсы koy toktalganın şын aytsan mindetin kapkarganın. Kerjestin Abdullah dayının menen makul koy kenara saktandanın. Жалған деп қалғанында танасында 5 жылға арай жоғының сотталғанын сөзін бар айтып жатқан мен мақтап онысындағыдай елді мақтап 40.000 қызылшаңыз өнбей қапты тамыр құт сол жерге таптап Soğuk kazım söyleyip at koyup sıkıymaydın kısınız bet kula çekeceğim. Mağansat gelen ağa kulağında gülüğünü candıra işmiş çırağında. Sen sana sızlarına maktanı olsun başından da iyicen degen budağında. Sızlarına baydalatlı ken budağı bağdarı kostasatın yün budağı. Altın su sızlarına yatkanda menime kaytıp adam ten budağı. Kolun dize suğunan bülpüsüz kalıp kaçsay, yerinde bizgene yem buladı. Yenlikte yesiniz gelin haberim var. Sizin de bizim evden arka haberim var. Sızlaryanın jarımınday bop kazılgan 27 soğuk kanarım var. Oğrap kanarından ağat su. Hem kuskan жағасында kaz menen kul. Yerlerin en kökün jakсы bileli. Jaygargan жағасындай köşkeltің. Hey! Aydında ayarında sarsadan. Bireyin oqsan to'lib keter kazan. Mekire mayga böksen bir şaynasan. Kenege jutarmayıp keter mazan. Hürmetli kendisi halkın sıyğa kenege aşılasan kişiliğine. Sayı boyunca ikinci orada da orada Kızılzonun prosina. Hürmet sarıp yatkan elimde iyi dedin күнде сөйле абырайы. Tas köşe sevrimse sarılacak jakında zırgımak sıranbayı. Sözüm var tuğla söylep maktap atkan emesini ötürükte maktap atkan. Yerimnin yerlerden еңбегі adat adıyla sorumsuz maktap atkan. Yerlerin tulsulanan kürenbette ırsızlık kırıcılık saktap atkan. Kenege mazbaylığına jana jettin koy. Kabakta karadızıgen kaptap atkan. Mezgilmen alatırım tılsınbay, yüzabay kadayatın ırısınday. Seyerim sızat ödep ösüp jatır, bu da vurmanın solbuğusunday. Kaycemin kent alısı aytıp bermey, körüp kay dotsan ağa bakan senbey. Tüyemde botalarının ösüp jatırıp, otası tuğanılıp olup bildey. Devletli bir siyak çavutladım, kiygeni kalkosunu jibegim avutlarım. Maydanga attan ağattandırasın telmezi işkanlar tavuklarım. Tavuğumның жұмыртқасы kese deydi, kütken sayı keserin de yese deydi. Kör aytıp oturdun kenege keregine bir miskin adam yese jeydi. Görmese diyacağında inkarım var, жазылмасын kıyıp kırgın sunkarım var. Ayşılır жерді bir gün basatығın алдында күрен қасқа тұлпарым var. Sasanda kanda жерге tayындadın, üstünde altın жаздық ayırdadım.
Жануар осыны күтуге сол жау жеңген бора сөйтіпке дайындадым. Алған жүйріктің шамасы бар, жүйрікке қандай ердің табасы бар. Жалғылап көрен қасқада түсініп қалма 500-ден астам мұның баласы бар. Осының бәрін қазір көзгерілді демеймін, мұна артық өзгерілді. Келеке сыныңмен шыныңды айтшынақты, ал енді өзіңізге сөз берілді. Өлеңге тілім айда ерді еп таратқан таңғап табай көпті. Қай болып қабақшып көрген елемесе сұнатсан да ауыр жүкті. Баламен қатар екен айтыстайында құшақтап домбырасын тұрып кетті. Жиналған саяз халқы аза болып, қол соғылай аяғына полк тепті. Ардақты Қазақстанды бастап тұрған Қасыма Шаяхметов келіп жетті. Кем болды тыңдағанға мұның несі, көрінді Алатаудың кенересі. Үстіме шай шапанын қолмен жапты Абдулла Жамбылдың немересі. Болсаңдар бұл сөзіңмен таныстағың бұрында есіме есіңді табыстарын. Тұлпардың туыныңда тұқылдар ғой өмірі көрген жоқсыңдар ғой шабыстарын. Әбділан Артайменен аман жүрсе қыздарда кетпейді деп еді қой намыстарын. Біз ерім шапан киіп қайтып келсек ерлерім өздеріңді табыстарына.